Эдгар Аллан По. Қара мысық. 5 бөлім. Әйелімнің мәйітін жасыру үшін подвал ыңғайлақ болатын. Қабырғасы онша мықты қаланбаған. Оның үстіне жақында ғана асығыс сыланған. Сыздан қазірдің өзінде әр жері қопарылып түсіп жатыр. Сондай-ақ бір қабырғасында сәндік үшін пеш пе, әлде ошақ па, соған ұқсас бірдеңе жасалған. Кейін кірпішпен қаланып, сыртында сыланған кетпішек болатын. Мен сол арадағы кірпіштерді оп-оңай бұзып алып, орнына мүрдені салып, ең тәжірибелі деген адам қарағанның өзінде де сезіктенбейтіндей етіп қайта өріп, сылап тастайтыныма еш күмәнділігім жоқ. Менің есебім дұрыс болып шықты. Сүйменді салып қабырғадағы кірпіштерді оп-оңай бұзып алдым да, екі қабырға аралығына өлікті тікесінен тұрғызып қойып, кірпішті қайтадан орнына қаладым. Жат көзге түспей, әк, құм және жөке тауып әкелдім де, сылағылай жасап, қайта қаланған қабырғаны бұрынғыдан айнымайтындай етіп сылап тастадым. Біткен соң қарап көріп едім, бәрі дұрыс екен. Қабырғаға ешкім қол тигізбегендей. Мен едендегі қоқыстың қиқымын қалдырмай тазалап жинап алдым. Содан соң өз ісіме өзім масаттана қарап тұрып, ең болмағанда осы сапар еңбегім зая кетпеді әйтеуір, дедім. Содан соң барып, осы зор бақытсыздыққа себепкер болған малғұнды іздей бастадым. Енді оны қалайда өлтіруді ұйғардым. Сол кезде көзіме түскені ол мысықтың ажалы жетіп еді. Бірақ шамасы менің жақындағы ашуымнан зәресі ұшқан айлалы мақұлық құрдымға кеткендей зым-зия жоқ болып шықты. Жексұрын мысық жоқ болған кезде еңсемді басқан ауыр жүктен арылып, кеудемді керемет рахат сезімі кернегендей болған ауызбен айтып та, тіпті қағазға жазып та жеткізу әсте мүмкін емес. Түні бойы ол көзіме түспеді. Ол үйге келгелі бері алаңсыз тыныш ұйықтаған алғашқы күнім де сол болды. Иә, жасалған ауыр қылмыс жанымды жегідей жесе де, мен ұйықтадым. Екінші, үшінші күнде өтті. Бірақ менің жәбірлеушім көзіме түспей қойды. Менің қайтадан еңсем көтеріліп, тынысым кеңей бастады. Құбыжық қорқынышы алды-артыма қарамай үйден қашып кетті. Мен енді оны қайтып көрмейтіндей болдым. Қандай рахат. Өткенге өкіну ойымда жоқ. Жүрдім-бардым ғана жауап алынды. Бірақ мен одан оп-оңай ақталып шықтым. Тіпті үйге тінту жүргізген де болды. Әрине, ештеңе таба алмады. Мұнан былай бақытты болатыныма менің енді күмәнім қалмады. Жұбайымды өлтірген соң 4-ші күні күтпеген жерден полиция сау ете қалды. Қайтадан үйді мұқият тінтіп шықты. Алайда құпия қуысты таба алмайтындарына кәміл сендім. Сондықтан көңілім еш қобалжыған жоқ. Полицейлер үйді тінткен кезде менің олармен бірге болуымды талап етті. Олар бұрыш-бұрыштың, қуыс-қуыстың бәрін тіміскіледі. Ақыры 3-ші әлде 4-ші мәрте подвалға қайта түсті. Мен міз бақпадым. Алаңсыз ұйқы құшағына енген бейкүнә жандай жүрегім тіпті лүп еткен де жоқ. Мен бүкіл подвалды айналып шықтым. Тіпті қолымды қаусыра ұстап алып, асықпай саспай, ерсілі-қарсылы теңселіп жүрдім. Полицейлер өз шаруаларын бітіріп, енді қайтуға ыңғайланды. Мен көңілім тасып, өз-өзімді билей алмай кеттім. Масаттанғанымнан оларды алаңсыз иландыру үшін ең болмаса бір ауыз сөз айтып қалу ұйғардым. Мырзалар, дедім мен олар тінтуді аяқтап, баспалдақпен көтеріліп бара жатқан кезде. Сіздердің күдіктеріңіз қалмағанға мен қуаныштымын. Бәріңізге де денсаулық және аздаған сыпайгершілік тілеймін, дедім. Жалғасы бар.